Армысыздар, бұл Independent YouTube арнасының ашық диалог бағдарламасының алғашқы шығарылымы. Бүгін біз алда өтетін референдум конституциялық реформа жайын талқыға салмақпыз. Бұл талқылаудың болғаны заңдылық, өйткені қоғамдық диалог болғаны жөн. Осы тақырып төңірегінде бүгін өздерінің ойын ортаға салатын құрметті қонақтарымызды таныстырып кетсек, Мейіржан Отыншиев, Алматы қалалық мәслихатының төрағасы, жалпы ұлттық коалицияны Алматы қаласы бойынша жетекшісі. Еркін Дүйсенов ағамыз, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бірінші проекторы, осы конституциялық комиссияның мүшесі. Ал одан кейін Ержан Қалымбай мырза, Алатау ақпарат медиа холдингінің директоры, бас редакторлар клубының Алматы облысы бойынша жетекшісі. Енді алдымен алғашқы сұрақты Мейіржан мырза өзіңізге қойғым келіп тұр. Енді көрерменге түсінікті болсын. Жалпы ұлттық коалиция дегеніміз не, оның функциясы қандай, сол турасында бастасаңыз. Рахмет. Бүгін сіздермен осындай бір маңызды алаңда кездескен қуаныштымын. Жалпы өздеріңіз білесіздер, өткен жылы президент өзінің жылдағы жолдауында қыркүйек айында осы парламенттік реформа жасау туралы ұсыныс айтқан болатын. Ол жаңағыдай бір палаталы парламентке өту бойынша. Енді қазір содан кейінгі бір туындаған үлкен мәселе осы одан кейін қазан айында президенттің жарлығымен тиісті жұмыс тобы құрылып, парламенттік реформа жұмыс тобы құрылып, олар жалпы конституция бойынша бір палаталы парламентке өту бойынша қандай ұсыныстар, қандай өзгерістер енгізу туралы талқылады. Соның аясында соның өзгерістерді зерделей келе, жалпы конституцияға одан да жалпы конституция өзгеріс енгізу туралы ұсыныстар келе бастады. Яғни халықтан өтініш арқылы, халықтардың қоғамдық ұйымдардың барлығы осы конституцияға өзгерістер енгізу бойынша 1600 ұсыныс енгізді. Содан кейін оның саны күннен күнге көбейе берді. Содан кейін президенттің жарлығымен өздеріңіз білесіздер, қаңтар айында үлкен конституциялық реформа жөніндегі комиссия құрылды. Соның құрамына мен кірдім, Еркін ағамыз кірді, сонымен қатар қала әкімі Дархан Амангелді Сатыбалды кірді. Жалпы 130 адам кірді. Оның барлығы осы Қазақстанның азаматтары, әртүрлі өкілдер, әртүрлі саланың өкілдері, яғни оның ішінде тек қана заң ғылымдарының мамандары ғана емес, сонымен қатар жалпы сарапшылар да бар, басқа да саясаттанушылар, филологтар мамандар бар, қазақ тіл мамандары бар, тіл мамандары, басқа да мамандар бәрі кірді. Осы үлкен бір комиссия құрылды. Өздеріңіз білесіздер, енді өткен қазіргі конституцияны, 95 жыл конституцияны 12 адам жазған болса, қазір 130 адам жазды. Яғни оның 12 адамның ішінде 3-еуі шетелдің азаматы болды. Енді сол кездегі заман сондай болған шығар. Жалпы конституцияны сол уақыттағы енді Қазақстан тәй-тәй басып келе жатқан мемлекет ретінде, енді тәуелсіз қалған мемлекет ретінде жазылған конституция ғой. Сол себепті заман орнында тұрмайды. Қазір өзіңіз көресіздер, қоғамдық талпыныс қандай, күнделікті өзгеріс қандай болып жатыр, геосаяси жағдай бар. Яғни біздің ел ол кезде енді басып кеткен, тәй-тәй басып кеткен ел болса, қазір өзінің әлемдік деңгейде өзінің бір нақты орны бар, нық орны бар мемлекет ретінде өзін бекітті. Біздің президенттің саясатының арқасында бүкіл дүниежүзі біздің еліміздің қандай ел екенін біледі. Біздің еліміздің атын шығарып жатыр, ондай мәселелердің бәрін қарастырып отыра, біз өзіміздің қалыптасқан мемлекеттің конституциясын өзгерту туралы бір ұсыныс келіп түсті. Нақтылау сұрақ енді осы жерде. Алматы қаласында түсіндіру жұмысы қалай жүргізілді коалицияны? Жалпы қандай форматтағы кездесулер ұйымдастырылды? Қазір соған келетін болсақ, енді не үшін бұл коалиция құрылды? Содан кейін осындай конституция өзгерістер енгізетін болғаннан кейін, жалпы республикада жетекші саяси партиялардың ұйымдары және де 300-ге жуық қоғамдық ұйымдардың бірге бірігіп, осындай жалпы ұлттық коалиция, осы жаңа конституцияны қолдау бойынша, прогрессивті, әділетті конституция, халықты конституцияны қолдау бойынша жалпы ұлттық коалиция құрылды. Яғни ол республикалық деңгейде, содан кейін осы Алматы қаласында дәл сондай коалиция құрылды. Оның құрамына 200 адам кірді. Одан бөлек қазіргі күнге дейін олардың саны көбейіп жатыр. Яғни естіген азаматтардың барлығы бізде қосылайық, бізде қолдаймыз деген сияқты. Сол себепті осындай бір жүйелік кесте біз құрып, сол жүйелік кестенің аясында біз қазір халықпен тікелей байланыс арқылы кездесіп жатырмыз. Сол әлеуметтік желіден бір бөлек, яғни халық еңбек ұжымдары бар, өзіміздің базарлар болсын, көшелерде болсын, есіктен есікке акциясы болсын, мұғалімдер, көп балалы аналар, зейнеткерлер, басқа да әртүрлі страталарды қамти отырып, біз әрқайсысымен кездесіп жатырмыз. Оның ішінде коалицияның құрамына депутаттар кірді, қалалық депутат мәслихаттар, одан бөлек бізде мәжілістің депутаттары, сенаттың депутаттары келіп қатысты. Яғни бұған бүкіл қоғамның өкілдері қатысып,
осы халықтың арасында тікелей түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Халыққа қандай өзгеріс енгізіліп жатыр. Бұл деген енді бір ғана нормасы емес, бұл дегеніміз конституцияның жаңартылған конституцияның жобасы ғой. Сол себепті бұл жерде оның ішіне заң ғылымдарының Еркін ағамыз кірді, басқа да юристтер кіріп, сол мәселелерді тікелей талқылап жатырмыз. Вообще, сколько времени готовились эти реформы? Какие государственные институты, эксперты принимали участие в их разработке? Ну, конечно, надо сразу отметить, что вопрос конституционной реформы, по крайней мере, среди ученых-юристов, озвучиваться начал достаточно давно. Прошедшая в 2022 году конституционная реформа, она внесла определенные изменения в основной закон, но, тем не менее, по сути, Конституция требовала не просто модернизации, а пересмотра многих положений. Ведь не случайно наш президент Касым-Жомарт Кемелович Токаев, выступая на национальном Курултае, отмечал, что основной закон содержит терминологические неточности и стилистические погрешности. А Конституция – это основной закон, в котором не может быть ни одной ошибки, даже запятой. Поэтому вопрос конституционной реформы назрел, и он был рассмотрен на Конституционной комиссии. Ведь вопрос заключается в том, чтобы пересмотреть многие моменты, связанные с тем, чтобы можно было основной закон развернуть лицом к простому человеку. Поэтому сегодня мы говорим о том, что это общенародная конституция. Конечно, в подготовке, как уже мой коллега отметил, Миржан Отинышев, были задействовано очень много людей. Я хочу сказать больше. Были привлечены специалисты высочайшей квалификации со всех сфер общественной жизнедеятельности. Это и бизнес-структуры, это и ученые, юристы, экономисты, социологи, политологи. Это депутатский корпус во главе с руководителями фракций парламентских. И вопросы, которые сегодня содержатся в основном проекте, они обсуждались достаточно бурно. Дискуссия шла очень серьезная. Миржан знает прекрасно, что основная работа проводилась в экспертных группах, в которых мы рассматривали каждая группа по отдельности, определенные разделы. И вот там на самом деле шла мощная дискуссия. Причем я хочу сказать, что анализу подвергались не только отдельные статьи Конституции, но и каждое слово проходило через мозговой штурм. Поэтому проект новой Конституции, он сегодня, я полагаю, устраняет многие неточности, погрешности и отвечает современным требованиям. Мир меняется, мы все это видим, меняются общественные отношения. И здесь поэтому Конституция, как основной закон, на котором строится все законодательство страны, оно должно соответствовать всем этим требованиям и изменениям. Это своевременно и актуально то, что глава государства обозначил необходимость проведения конституционной реформы. Еще один вопрос, который сейчас бурно, активно обсуждается в соцсетях, в обществе. Каким образом эти изменения повлияют на жизнь обычных граждан? Они повлияют прямым образом. Во-первых, надо исходить из того, что Конституция – это не просто закон, это основной закон. Его нормы обладают высшей юридической силой и имеют прямое действие. Ни один закон, ни конституционный, ни обычный, ни подзаконный акт не могут противоречить Конституции. А на законодательстве строится наша экономика, наше социальное, культурное развитие. Поэтому я думаю, что для простых граждан внесение тех изменений, которые мы произвели в ходе работы Конституционной комиссии, имеет самое прямое отношение. Мы, в частности, пересмотрели отношения собственности. У нас конституционная реформа 22 года закрепила, что земля, ее недра, растительный, животный мир принадлежат народу Казахстана. Отсюда резонно поднялся вопрос о необходимости обозначения еще одного вида собственности, общенародной. Но мы пошли по другому пути. Мы отметили в Конституции, что существует многообразие форм собственности, и государство гарантирует и защищает эти формы собственности. Другой момент, который затрагивает нашу духовность, затрагивает каждого гражданина, это то, что мы прописали в
в проекте новой Конституции о том, что брак – это союз, добровольный союз между мужчиной и женщиной. Действующая Конституция просто констатирует, что брак имеет место быть. Это, знаете, реальная правовая преграда чуждым нам явлением. Это, если хотите, защита нашей традиционной казахской семьи, защита наших обычаев, наших традиций. И в этом отношении, я полагаю, коснется этого каждого гражданина. Еще один момент, который я не могу не отметить, это то, что в первом разделе мы прямо прописали о том, что закон не может применяться обратная сила закона. Простым языком, что это означает? Если человек совершил правонарушение, принимается новый закон, который усиливает ответственность, он не может быть применен к этому. Мы в Конституции существенно защитили права и свободы человека. Жизнь обозначена как неотъемлемый фактор. Мы в Конституции обозначили и еще один момент – право на труд. Значит, действующая Конституция, она содержит в себе формулировку положения права на свободу труда. Но право на свободу труда и право на труд – это разные вещи. Право на свободу труда, оно предполагает возможность волеизъявления человека, а право на труд уже обозначает, что если у человека есть право на труд, то государство должно создать условия, чтобы это право им было реализовано. И таких новелл в нашей Конституции очень и очень много. Поэтому рядовых граждан проект новой Конституции, который сегодня обсуждается, и в целом новая Конституция затрагивает всех без исключения прямым образом. Жақсы, енді өте дұрыс айтып кеттіңіз. Жалпы бұл жолы жаңаратын Конституцияның 85% енді өзгеріске түскелі отыр. Еркін Ерманұлы өте жақсы жақтарын айта кетті, бірақ десе де біз енді шыны керек таяқтың екі ұшы бар. Әлеуметтік желіде мысалы осындай өзгерістерді мысалы біле тұра, оқи тұра, бірақ көпшілікті былай жаққан кезде бәлкім бұрыс ойға, болмаса кейбірі мысалы анонимді аккаунттар арқылы арандататын ойда мысалы жазып жататындар бар мысалы. Сол тұрғыдан жалпы мынау әлеуметтік желінің қазір осы дұрыс жұмысты бұрыс жаққа бұру бағытындағы болған өзгерістер құбылысқа қатысты айтар едіңіз. Рахмет, жаңа Еркін ағамыздан Ержан мырза да өте жақсы айтып өтті. Шынында да мынау 84%-дан астамы ата заңның өзгеріп, заманға сай түлеп жатыр. Яғни ол жерде тек преамбуланың өзінде біздің болашағымыз қандай болды? Біз ұлы далада мыңдаған жылдық мысалы тарихымыз бар, жүздеген мемлекет құрдық. Соның біз жалғасымыз. Бір күнде пайда болған мемлекет емес біз. Одан кейін біздің салт дәстүрлер, жаңа ағамыз өте жақсы айтып өтті. Мысалы дін, құндылықтар мемлекеттен бөлек деген сияқты, білімге қатысты. Одан кейін ол жерде тек өткеніміз ғана емес, бүгініміз және болашағымызда нақты тек преамбуланың өзінде өте керемет көрсетілгенде, мысалы білім, ғылым, инновацияның өзінде конституциялық деңгейде жоғары мәртебе беріп отырмыз. Енді жаңағы сіздің айтқан мәселеңізге келетін болсақ, ол шынында да мына жобалар алғаш жариялана бастаған кезде, конституциялық жоба алғаш жариялана бастаған кезде көптеген фейктер тарады. Оның ең баста тұрғаны, ең көп тарағандары жер сатылады екен. Ол жерде сатылмайтын жаңа Конституцияның 8-ші бабында нақты қадап жазылғаны 2022 жылғы Конституцияда өзгеріс енгізілген жаңа Еркін ағамыз тайға тамға басқанда өте жақсы айтып өтті. Ол халықтың игілігінде сатылмайды. Жер байлықтары жер деген сияқты. Одан кейін екінші медициналық қызметтер, білім беру ақылы болады екен. Демалыс күндер деген болмайды екен деген сияқты көптеген фейктер тарады. Бірақ біздің құзырлы органдар, ішкі істер министрлігі болсын, бас прокуратура болсын, кейбір жағдайда әкімшілік шара қолданып жатты фейк ақпарат таратқандарға. Бірақ соңғы кездері кәдімгі мына түсіндіру жұмыстарының жоғары деңгейде өткені, ашық өткені, тікелей эфирде өткені, онлайн, офлайн форматта да үлкен талқы болғаны, бұл фейктарды азайтты. Қазір одан кейін фейк шыққан жоқ. Өйткені кәдімгідей соңғы сауалнаманы қарасаңыз, халықтың 84% осы конституциялық реформа туралы біледі деген ақпарат шықты да. Бұл дегеніңіз қоғамның қызығушылығының өте жоғары деңгейде екенін, біздің әрбір азаматтың бейжай қарай алмайтыны бұл құжатқа нақты көрініп тұр. Сондықтан енді бұл кәдімгідей өткенде мемлекеттік кеңесші Ерлан Қари мырза да айтты ғой, бұл жалпы халықтық бір құжатқа айналды деп. Халықтың өзінің
бірге жаңағы илеген терінің тоны шұбақ болмайды дейді ғой. Мысалы бірлесе отырып, бірге талқылап, өздері атсалысып, шын мәнінде бұл халықтық бір ата заңға айналып келе жатыр. Ашық диалог бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Мен Асқарбек Қазанғап, және де бүгінгі тақырыпты талқылау үшін келесі сұраққа көшсек. Сен медиа салада жүрсіз, бұрыннан ше, көріп оққан көрмек қандай ақыл кеңес деп айтсақ бола ма? Фейк ақпаратты ажыратудың дұрыс жолы қандай? Мысалы, көбіне енді шыны керек жазған нәрсеге сеніп қалып, оны чаттарда тарататын бар. Ол дұрыс емес ақпарат тарататын болса, оның өзіне жауапкершілік бар да ғой. Заңды білмеу ол жауапкершіліктен босатпайды. Енді бізде бұл мынандай жағдай болуы да мүмкін. Қазір көптеген адамдардың бұл біріншіден біздің ақпараттық сауаттылықтың төмен болуына да әкеледі. Ол жалпы бізде ғана емес, жалпы әлемде болып жатқан үлкен тенденция. Біз өйткені қазір шын мәнінде бір жағы фейк ақпараттар дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Екіншіден, әртүрлі сыртқы ішкі күштер бар, олар манипуляция ретінде пайдалануы мүмкін, мысалы да. Ол жерде қанша дегенмен Қазақстан Орта Азияда ғана емес, әлемдік деңгейде өзін танытқан, мойындатқан, шикізаттық ресурстық тұрғыдан болсын, адами ресурстық тұрғыдан болсын, географиялық тұрғыдан болсын, өте тартымды ел. Сондықтан бұл жерде тек ішкі деп айтылып, сыртқыда күштер мысалы өздерінің ойындарын ойнауы мүмкін. Бұл жерде біздегі ең үлкен проблема фейк аккаунттар ашады. Бота фирмаларымен мысалы жұмыс істейтін топтар бар. Көптеген адамдар оған бірден еріп береді. Мысалы, тек осыған бір жақсы бір мысал ретінде келтіруге болады. Бізде осы діни арабша жазылған мәтіндерді білмей бөліскен азаматтардың біраз сотталып кетті. Ол ар жақта джихадқа шақырып жатқан, террористік лаңкестік ұйымдарға шақырып жатқан біреулер болуы мүмкін. Сол сияқты ақпаратты тексермей беруде ол өте қауіпті. Азаматтарға ең бірінші ескертіп айтатын дүние, кез келген ақпаратты, қазір ақпараттық гигиена деген нәрсе бар ғой, мысалы да, қарап, сараптап, рас па, жоқ па, оны өзі де тексере алады. Мысалы, факт-чек жасай алады, қарапайым адам. Өйткені онлайн ресурстарда, дәстүрлі медиада болсын, бүкіл ақпарат кәдімгі қолжетімді. Бұрынғыдай емес, мысалы. Бұрынғыдай монополия жоқ, ақпараттық кеңістік еркін қазір. Кез келген азамат бір минуттың ішінде осы ақпаратты рас па, өтірік па деп тексеріп, мысалы, анық-қанығына жете алады. Біз енді көбінесе дәстүрлі медиаға қатысты, ақпарат құрал өкілдеріне қатысты айтып жүрміз, бірақ қазір кез келген азаматқа технологияның дамыған дәуір ғой, ол тексеріп қарай алады. Рас па, өтірік па. Сонымен қатар бізде мысалы орталық коммуникациялар қызметінің қасында үлкен осы фейк ақпараттарды жоққа шығарып отыратын арнайы органдар бар. Оларды ақпарат таратып отырады. Сондықтан бұл жерде ақпараттың қолжетімділігі өте жоғары. Азаматтар кез келген ақпаратты бірінші бөлісерден бұрын, сенуден бұрын, эмоцияға берілместен бұрын оны қарап алу керек. Өйткені сіз ақпаратты, сөзді айту бар, оны тарату бар, және де бөліссеңіз, ол да бір жауапкершілікке әкеліп соқтыруы мүмкін. Екі сөз қоса бола бы? Әрине, может. Значит, вот то, что касается фейков, на самом деле здесь разъяснительная работа крайне необходима, причем со стороны юристов. Давать толкование конституционным нормам могут грамотно только люди, которые знают, что такое конституционное право, что такое конституционное законодательство. В частности, фейк о том, что специальный режим для определенных административных территорий будет способствовать тому, что мы отдадим землю иностранцам. Но этот режим уже существует. С 2017 года мы прописали, что на территории города Астаны функционирует международный финансовый центр. Для чего это делается, нужно разъяснять.
Дело в том, что бизнес, инвесторы идут туда, где для них создаются наиболее благоприятные условия. Там, где они защищены от произвола и коррупции. А в бизнес-центре Астана, например, рассматриваются судебные дела при прецедентном англосаксонском праве, которому придерживаются все, стремятся все бизнесмены. Это только делает привлекательным инвестиционный климат для нас. Первое. Второе. Говорят, однопалатный парламент – это покушение на демократию. Сколько стран работает с однопалатным парламентом? Ведь по большому счету, что значит однопалатный парламент? Это, во-первых, если мы отказываемся от мажоритарной системы, от одномандатных округов, в первую очередь защита граждан от подкупа избирателей. Раз. Во-вторых, это повышение ответственности, потому что депутат будет нести ответственность в первую очередь перед партией. Еще один момент, который надо отметить, это то, что однопалатный парламент будет способствовать демократизации нашего общества, развитию однопартийной системы. Это очень важно для Казахстана. Еще один момент, который не могу не затронуть, это то, что президент самостоятельно назначает вице-президента. Ведь люди, которые все это, то, что вбрасывается, до конца не обозначается. Президент назначает вице-президента только с согласия Курултая парламента. А что такое Курултай? Курултай – это высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть, который сформирован народом и который имеет право выступать от имени народа. Бұл енді заман талабына сай өте ауқымды, күрделі өзгеріске ұшырап отырған реформа екенін білеміз. Енді жалпы ұлттық коалиция қоғамдық кездесулерде азаматтардың талап, ұсыныстарын, өтініштерін ескерді ме? Мысалы, кейін шешім қабылдауда оларда мысалы бір оң әсері болды ма? Енді жалпы конституциялық еркін ағымды қозғалатын бір жайда мен де өзім заңгер ретінде заңгер мен жай заңгерлік білімі жоқ азамат екеуі екі түрлі түсінеді заңды. Это как норма, да, это казнить нельзя, помиловать, да? Куда запятую поставишь, так и пойдет. Сол себепті бұл жерде өте либо шымшық сойса да қасап сойсын деген сияқты. Өзінің әр нәрсенің бір эксперті болу керек. Сол себепті жаңағыдай түсіндірме жұмыстарын жүргізу өте маңызды. Сіз айтқан ұсыныстар, яғни ол ұсыныстардың біз айттық қой, конституциялық комиссия отырысы бар, оған дейінгі отырыстар бар. Сол кезде жалпы алғанда 10 мыңға жуық ұсыныс келіп түсті. 10 мыңға жоқ. Сол ұсыныстардың бәрін әрқайсысы әрбір жаңағыдай қоғам өкілі өзінің ойын ашық түрде айтты. Оның бәрін жаңағы тікелей эфирде біз көрдік. Енді ол ұсыныстардың бәрін бір жинадық та, одан кейін оның бір конституциялық жаңа конституция жобасын бір рет жарияладық. Одан кейін тағы да ұсыныс жинадық. Сол ұсыныстардың бәрін жинап ескере келе соңғы нұсқасы жарияланды. Сол соңғы нұсқасын қазір халықтың арасына түсіріп жүрміз. Одан бөлек енді халықпен кездесу кезінде тек қана конституция жаңағыдай нормаларды обсуждать еткен кезде оларға түсіндіру жұмыстар жүрді. Одан бөлек мынау біз енді депутат болғаннан кейін бізге әртүрлі сауал түседі ғой. Одан бөлек жаңағыдай үйімде свет жоқ деген сияқты, су жоқ деген сияқты мәселелер. Оның бәрі жаңағыдай наказы, басқа да ұсыныстарды біз бәрін жинап, жалпы осы неден кейін коалицияның жұмысы біткен кезде, осы 14-іне дентишінде жаңағы тыныштық күні 15-іне біз барлығымыз жаңағы референдум барамыз. Одан кейін бұл мәселе қалмайды. Одан кейін оның бәрін зерделеп, ұсыныстарын бәрін зерделеп, осы қала деңгейінде болмаса республикалық деңгейде оны бөліп, тиісті органдарға жіберетін боламыз. Сол себепті әрбір ұсыныс, ол конституциялық реформа бойынша болсын, ол болмаса басқа да күнделікті қарым-қатынастағы ұсыныстар болсын, оның барлығын біз зерделеп, кейін бөліп, әрқайсысына жауап беруге тырысамыз. Енді жалпы бәрімізге белгілі, Алматы жалпы сайлауда, басқа да саяси науқандарда жалпы енді ондай белсенділігі төмен өңірлердің бірі. Бірақ десе де, енді қазір әлеуметтік желіні басқа жақты бақылап, қадағалап отырмыз. Талқылау, үн қосу көп болып жатыр. Жалпы осы референдумда Алматының белсенділігі қалай болады деп ойлайсыз? Белсенділігі дұрыс болады деп ойлаймын. Енді өкінішке орай ондай мәселе бар. Алматы былай қоғам өмірінде ең белсенді болғанмен, бірақ саяси бір науқан кезде белсенділігі төмен болады. Ол себебі әртүрлі жағдаймен біз түсінеміз. Қазір біз мысалы базар аралап жүрміз, басқа да мекемелер аралаймыз. Қай өңірденсің десең сұрасаң, Алматы облысынан
Талғардан, Қаскелеңнен, басқа өңірде, яғни көбісі біздің енді бәріміз Қазақстан бір унитарлы мемлекет, сол түсіндіріп жұмыстан жүрміз, олар барып дауыстарын жаңағы өздерінің өңірлеріне береді деген сияқты. Сол себепті біз енді бірақ халықтың қызығушылығы өте жоғары. Енді өзіңіз мынау көшемен жүріп өтсеңіз, барлық жерде референдумға қатысу туралы жаңағыдай 800-ге жуық біз LED экрандар, баннерлерге барлығын жабыстырып, оны көрсетіп жатырмыз халыққа. Халықтың жалпы талпынысы дұрыс. Енді сол 15-іне барлығын осы конституциялық реформаға қатысуға шақырып отырмыз бәріміз. Осы біздің енді өткен конституциялық реформада 22 жылғы 30% болды, мен қателеспесем 30% болды халықтың қатысуы. Енді дегенмен өте төмен. Республикалық деңгейде өте төмен. Бірақ дегенмен мен айтқандай әлеуметтік желі болсын, басқа да жағдайларда қаланың тұрғындары өте белсенді. Ұсыныс айтудан бірақ дегенмен осы конституциялық реформаға тікелей өздері келіп дауыстарын береді деп үміттеніп отырмыз. Бағдарлама басынан бері біраз дүние айтылды, маңызы туралы. Жалпағанда осындай бәрлеріңізге ортақ сұрақ, қоғамдық диалогтың маңыздылығы неде? Мемлекет пен жалпы азаматтар арасында сенім қалыптастырудағы осындай пікірталастардың маңыздылығына тоқталсаңыздар. Енді ол өте маңызды мәселе деп ойлаймын. Себебі жалпы қазіргі конституцияны айтсақ, қазіргі конституция жобасының арасындағы бір өзгешілігі, мынау қазіргі қолданысты конституция мемлекет, халық мемлекет үшін болса, ендігі мынау конституция мемлекет халық үшін деген конституция болып тұр. Яғни бұл қоғамдық диалогтың осы жерде көрініс тапқан бір белгісі деп ойлаймын. Яғни біз әрбір өзгерісті, әрбір маңызды шешімді қоғаммен талқылау өте маңызды мәселе. Мынау жаңағыдай халықтан өтініш, ЕГОФ арқылы жинаған өтініштердің өзі мынау мемлекеттің халық үніне құлақ асатын мемлекет ретінде көрсетіп отқан бір маңызды мәселе деп, ол президенттік тұжырымдамасы осы іс жүзінде көрсетіп жатыр деймін. Сол себепті бұл қоғамдық диалогты орнату, оның ішінде олардың қоғамның әрбір тек қана қоғам өкілдері емес, сонымен қатар әрбір стратегиялардың ұсыныстарын ескертулерін ескеру, ол өте үлкен маңызды мәселе деп санаймын. Мен жаңағыдай қосқым келген, жаңағы ағамызға айтатын жаңағыдай мүмкін юрист, мен айттым ғой жаңағыдай юрист пен юридическое образование жоқ азаматтардың түсінігі әртүрлі. Мысалы, мен конституциялық комиссияның құрамында отырып, жаңағыдай город ускоренного развития, в принципе, для меня, как для юриста, это нет такой проблемы, я не вижу в этом проблемы. Но почему-то некоторые люди, которые хотят, чтобы там, я не знаю, раскачать ситуацию и другое, они в этом видят какую-то подвох. Они говорят, вот эти города ускоренного развития потом получат возможность отделиться от государства. Но мы прямо в конституционной норме пишем, что унитарность государства – это неизменно. Кто-то говорит, нет, это можно общенародным референдумом решить, чтобы его отделить. Это вопрос неизменности, то есть даже это не может быть тематикой обсуждения на референдуме. То есть вот такие моменты мы должны всем народам доводить, кто и правильно доводить. То есть не те люди, которые еще сами не ознакомились и не видели Конституцию, и юридические нормы не понимают, а именно в той части, чтобы люди должны, грамотные эксперты, это все наводить на население. Юрист болса, юрист жаңағыдай болмаса да әрқайсысы өзінің білген деңгейінде жасау керек. Мен мысалы қазақ тілі мамандармен сөйлестім, Анар Мұратовнамен. Мен өзімде, мен Казгуда оқымыз, конституциялық құқықты оқыған кезде, конституциялық құқықты мен қазақ бөлімінде оқып, бірақ дегенмен орыс тілінде оқып шықтық. Себебі қазақ тілінде түсініксіз болды. Қазақ тілі мамандарының қазір қуанып жатыр. Осы біз 30 жыл бойы айтып келген мәселелеріміз қазір өзгеріп жатыр деп. Сондай мәселелерді барлығы енді әрқайсысы өз деңгейінде халыққа жеткізу, ол халықпен тікелей байланыс орнату. Мен жаңа айтқан біздің жалпы халықтық коалицияның басты міндеті әрбір азаматқа жеткізу.
түсінемін деген азамат түсінеді, ол әрбір азаматқа тікелей, яғни көзбе көз сөйлесіп әрқайсысына жауап беру. Одан бөлек жаңа әлеуметтік желілерде бар, оның бәрі бір бөлек қой енді. Ол жерде де бір обратная связь бар, бірақ дегенмен ол кейбір түсінетін адам түсінеді, түсінбейтіндер түсінгісі келмейтіндер түсінбейді. Сол дегенмен барлығымен былай әртүрлі мәселелер туындайды, жаңағыдай спорный моменттер, бірақ халықпен бүйтіп ақылдасып сөйлескен кезде олар түсінеді, біз енді басқаша түсініппіз ғой деп ойын өзгерту, оның дұрыс түсіндіруін біздің басты міндетіміз. Былайша айтқан кезде келісіп пішкен тон келте болмас дейсіз. Еркін Ерман, сіздің пікіріңізді тыңдасақ, в чем важность вот общественного диалога? Важность общественного диалога, она, во-первых, способствует развитию демократических процессов. Люди должны знать, что существуют полярные точки зрения. То, что сегодня идет обсуждение, это нормальное явление. Оно соответствует демократическому развитию нашей страны, развитию демократических институтов. Но вот то, что сейчас Мейиржан отметил, на самом деле, неправильная интерпретация тех или иных статей вводит людей в заблуждение. И здесь большую роль, как раз я тоже присоединяюсь, должны сыграть именно юристы, люди, знающие, что такое норма Конституции. Люди должны понять, что Конституция – это не просто основной закон, это самый важный в стране политико-правовой документ, который определяет развитие нашего государства, общества на долгие десятилетия вперед. Поэтому я полагаю, что сегодня, пока еще есть время, необходимо усилить штабу разъяснительную работу среди населения с тем, чтобы люди поняли, что от того, проголосуют они или нет, и как проголосуют, зависит будущее наших детей, внуков, правнуков, поскольку, я и уже сказал, этот документ политико-правовой принимается на отдаленную перспективу. Прошло 30 лет со дня принятия действующей Конституции. Поменялись многие общественные отношения, власти отношения в том числе. Поэтому, так или иначе, мы обязаны просто провести конституционную реформу, принять новый основной закон, который будет развернут лицом к простому человеку, что мы и сделали в основном законе, который будет обслуживать интересы народа, который станет реальной базой для демократичного развития нашего текущего законодательства и развития общества в целом. Я просто как ученый-юрист хочу подчеркнуть, что те вопросы, которые сегодня где-то муссируются о том, что идет ущемление демократии, я полагаю, что наоборот. Данный основной закон, он более демократичен по сравнению с действующей Конституцией. Это первое. И второе. Права человека и гражданина сегодня в основном законе стоят на первом месте. Они прочно и надежно защищены предлагаемым проектом новой Конституции. Поэтому, я думаю, граждане проявят свою гражданскую позицию, реализуют свое конституционное право принимать участие в государственном управлении путем избрания и путем участия в референдуме, и проголосуют за будущее нас, будущее наших детей и потомков. Мынау ауқымды өзгерісті жалпы көпшілікке қарапайым тілмен түсіндіруде әрине ресми бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі зор. Өзіңіз басқарып отырған ірі Алатау ақпарат холдингі де қазір күн түстін осы уақытта жұмыс істеп жатқан болар. Сол тұрғыдан қорытындылап кетсеңіз. Енді шынында да біз қазір үлкен тектоникалық өзгерістер жүріп жатқан күрделі кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Мысалы 5-6 көршіміздің арасындағы 2 көршімізде қазір соғыс жүріп жатыр. Мысалы Ресейді алсақ, екінші Каспий теңізінің ар жағындағы Иранда мысалы. Өте күрделі кезеңде, бірақ соған қарамастан біздің билік мысалы соңғы жылдары халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымы шеңберінде үлкен жұмыстар жасап жатыр. 22 жылғы реформаны алатын болсақ та, АЭС-қа қатысты референдумды алатын болсақ та, осы референдумды алатын болсақ та, кәдімгі халықпен ақылдасу, санасу, тыңдау, ортақ шешімге келу. Бұл жаңағы атап өткендей, шынында да бірлесе отырып жасау. Сонымен қатар халықтың қоғамдық бақылауды күшейту үшін де халыққа үлкен мүмкіндік беріліп жатыр. Саяси институттарда қазір әр тарапқа жаңағы әр тараптандырып жатыр. Қазір парламенттің өзіне мысалы 6 партия өтті. Партиялар кәдімгідей тірілді. Шын мәнінде Қазақстан жаңа ағамыз айтып өткендей бір демократиялық принциптердің бір жоғары бір деңгейіне өтті. Ал енді біздің жұмысқа келетін болсақ, біз
халыққа жеткізу үшін оны әртүрлі форматта қазіргі мына диджитал медианы тұтынатындар бар, дәстүрлі медианы тұтынатындар бар. Сол адамдардың психологиясына негіздеп, контент дайындап, күн-түн жұмыс істеп жатырмыз. Олай бермесек болмайды. Бастапқыда айтып кеткенімізде, қазір біз information pollution дейді, оның ақпараттың ластығында өмір сүріп жатырмыз да. Адамдар ақ пен қараны айыра алмайтын деңгейге жетті. Оның үстінде қазір жасанды интеллект пайда болды. Дипфейктер пайда болды. Оны енді мынау digital native цифрлық буын айыра алуы мүмкін, бірақ аға буын айыра алмай қалуы мүмкін. Мысалы, өзіміз әлеуметтік желіде отырғанда кәдімгідей былай саналы азаматтар деп жүрген азаматтардың өзі бөлісіп отырады кейде анау дипфейкпен жасаған, жасанды интеллектпен жасаған жалған ақпараттарды. Сондықтан біз бұл жерде біз ең басты сенімді дерек көзі ретінде, дәстүрлі дерек көзі ретінде кәдімгі ақпаратты бірінші дерек көзден алып ресми түрде таратамыз. Сондықтан да бізде жаңағы оқырмандар, көрермендер, олардың сенімі жоғары деп айтуға болады. Жалпы бұл конституция қоғамда мысалы 30 жылдан бері қордаланған мәселелердің барлығын шешімін таба отырып, елді сыртқы жаудан, ішкі даудан қорғай алатын, сонымен қатар болашақта қай бағытта жүреміз жаңағы. Соның бәрін анықтап берген бір үлкен бағдарламалық құжат ретінде бағалауға болады. Жақсы. Бүгін пікір білдіргендеріңізге көп рахмет. Жалпы 15 наурыз, мен ойлаймын, бұл қолды бір сілтеп қойып, мен не қатысым бар деп үйде жататын күн емес. Әр дауыс маңызды деп білеміз. Еске салайық, осы 15 наурызда Алматы қалалық коммуникациялар орталығы таңғы 7-тен бастап жұмыс істейді. Жаңа конституцияны қабылдау жөнінде арнайы ақпараттық штаб құрылады. Оның негізгі мақсаты ата заңға қатысты жалпы халықты дауыс берудің барысын халыққа жедел әрі шынайы хабар жеткізу. 10-нан астам аймақ тікелей эфир ұйымдастырылып, сайлау учаскелері ашылған сәттен бастап жабылғанға дейін, бірінші ақпарат шыққанға дейін осы штабтан хабар таратылады. Құрметті көрермен, Independent тәуелсіз агенттігінің парақшасына жазылыңыздар, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесі көріскенше сау болыңыздар.